Армысың, бармысың қазақ елі. Бүгін біздің қонақта өздеріңіз білетіңіз, тіл жанашыры, тіл майданының генералы деп айтуға болады, Оғыздаған бауырымыз. Ал бүгін талдайтын тақырып ол тәрбие туралы. Ел болам десең, бесігіңді түзет дейді қазақ. Сол себептен біз бүгін қазақи, яғни дәстүрлі тәрбие туралы сөз қозғағымыз келеді. Дәстүрлі тәрбие, ғылыми тілде айтқанда этнопедагогика дегенді Оғыз мырза қалай түсінеді екен. Және ол тақырып бүгінгі қазақ қоғамына өзекті ме, өзекті емес пе? Сол Оғыз мырза, сіздің пікіріңізді білгіміз келеді. Армысың қазақ елі, мен де бір амандасып қояйын. Қалайсыздар, бәрі жақсы ма, бәрі орында ма, ауырмай жүрсіздер ме? Енді өте өзекті тақырыптардың бірін таңдапсыз. Біріншіден мен былай айтып кетейін, мен тіл майданының генералы екенімді мойындамаймын, әрине. Мен тек қана солардың енді бір әскерлерінің бірімін, солдаттарының бірімін деп айтсам, ол мен үшін өте үлкен мәртебе болар еді. Мен ылғида мен өзімді білгеннен бері түркі халықтарының ішінде қазақ мәдениетін, оның ішінде қазақ отбасын үлгі ретінде көрсетіп жүрген адаммын. Өйткені бүкіл неше түрлі, мысалы үшін түркі халықтар бар емес пе? Соның ішінде түркілік цивилизацияны, өркениетті таза қалпында сақтаған жалғыз халық деп айтуға болады. Бұл енді ешқандай да асыра мақтау деп есептемеңіздер. Бұл шындық, бұл шындық. Өйткені мен өзім Түркияның азаматы ретінде бізде ауылдардан іздеп табуға болады ол түркілік мәдениетті, түркілік отбасының өзіне тән ерекшеліктерін ауылдардан іздеп табуға болады, бірақ жалпы Түркия мәдениетіне үлгі ретінде көрсету мүмкін емес деп ойлаймын. Мен неше түрлі Өзбекстанда да, Әзербайжанда да, басқа түркі мемлекеттерінің бәрі дерлік әрбір аймағында болған адам ретінде мен салыстырмалы түрде мен нақты айта аламын, қазақ мәдениеті және де сол қазақ өркениеті, қазақ отбасының қалыптасуы сол тарихтан біздің түпкі ата-бабаларымыздың салт дәстүрін әлі күнде жалғастырып жатыр. Оның ішінде біз нені түсінеміз, мысалы үшін? Балаға мейірімділік көрсету, қарттарды құрметтеу. Біз әлде, мысалы үшін, Түркияда, енді Қазақстанда да арта бастады ғой, мысалы үшін, кәрі кісілерді, қарттар үйіне тастау деген бізде болмаған ғой мүлдем. Енді бұл өкінішке орай, енді бұл миллениум дейміз ғой, миллениум кесірінен енді бірте-бірте басталса да, бәрібір де біз түркі халықтары, оның ішінде қазақ халқы ең алдыңғы қатарда тұр. Қарттарды сыйлау, балаға мейірімділік көрсету, бұл негізі Алла Тағала бізді жаратқан кезде бізге бойымызға сыйлап берген ерекшеліктер. Енді ешкім бізге әкеңді, шешеңді жақсы көр, балаң болса балаңды жақсы көр деп үйретпейді ғой. Ол біздің ішкі сезіміміз бізге оны бұйырады. Демек, адам баласы болу, отбасы мүшелеріне мейірімділік таныту деген сөз. Ол адам баласы өмірде өмір сүрген сайын ол бұзылып кетуі мүмкін, шіріп кетуі мүмкін. Мінекей, Европа елдері қаншалықты дамыған болса да, енді сіз Европада өмір сүріп жатсыз ғой. Отбасы деген ұғым бәрібірде, мысалы үшін, шіріп кеткен деп айтуға болады. Ал қазақ отбасы, қазақ қоғамының сол түркілік мәдениеті әл өз қалпында сақталып келе жатыр. Өйткені қазақ болғаннан бізге бойымызға берілген сол адамгершілік қасиеттерін әрі қарайда 40-қа жетсе де, 50-ге, 70-ке, 90-ға жетсе де өз бойында сақтап, оны тастамай жалғастырып жатыр әлі күнде деп ойлаймын. Жақсы. Ал енді 70 жыл қазақ империяның астында болды, отаршылығының астында болды. Демек, орыстандыру
процесін басынан өтті. Сол орыстану процесінің арқасында қазақ халқы көп басқа қазаққа қазақ менталитетіне, қазақ мінезіне тыс қасиеттерді қабылдады деп айтуға болады. Шыны керек, кейбір сол қазіргі жастардың арасында сол құлдық сана әлі бар, жоқ емес. Сол адамдар көбінесе кейбір басқа халықтың мінезінің өздерінде тапқанда, соны бір ерекше бір табыс деп ойлайды. Мысалы, үлкендермен тік сөйлеу дейді, өз пікірін ашық айту, қазақта ондай болмаған деп айтады. Қазақта проблеманы ашық шешпеген, тек қалай болғанда үлкендер қалай айтады, сол авторитаризм болған. Сосын мәселе ғылымда да тәрбиеде түзу болмаған. Сол себептен біз Ресейдің, ашық айтайық, Ресейдің сол ментальность, Ресейдің дәстүріне біз ауысуымыз керек деген сөздер қазір көп болып жатыр. Өзің қалай ойлайсың осы тақырыпта? Мен біріншіден айбетпесеңіз, бұл құлдық сана деген сөзге түбегейлі жау екенімді тағы бір рет айтқым келеді. Мен бұны мойындамаймын. Бұл тек қана адам енді өз жақсы көргенін қимай айтады ғой, ондай емес, бұл шындық емес, бұл өтірік бұл. Қазақта еш уақытта құлдық сана болмаған. Өйткені қазақтың бойында көк бөрінің қаны бар. Ал ендеше неге сөйтіп қазақтар енді мысалымды кешіріңіздер, мысалы үшін бір зоопаркқа барсаңыздар, о жерде неше түрлі аңдар тұр, аңдар. Арыстан деген ол желкесін жайып жатыр, ештеңе бол. Барыс деген солай, мысалы, жыртқыштарды айтып отырмын тек қана. Тек қана о жерде бір тынышы таппай жүрген сол бөрі, қасқыр. Ол мүмкін сол қапаста туған болса да. Сіз көрдіңіздер ме енді, сіз Ботагөз ханым, сіз де енді барған шығарсыз зоопаркқа. Ол жерде сол 3 квадрат метрлік жерде ол тыныш таппай шыққысы келеді. Қазақтың бойында бөрінің қаны бар, көк бөрінің қаны бар. Түсіндім. Ал ендеше. Ал бірақ, бұл айтам, мен айтайын сізге. Бұлай айтайын да, мысалы үшін. Мен мысалы үшін суда жақсы жүзетін адаммын. Өзім Стамбулдың тумасы болғаннан кейін шығар. Бірақ осыдан бір 10-15 жыл бұрын біз теңізге барғанбызда достарыммен. О жерде мен секірем ғой, мысалы, маған 1 метр жер болса да, мен алыстан секіре аламын о жерге. Сол жерде мен байқамай бір тас бар екен да. Су бұлыңғыр болғаннан кейін көрінбепті. Мен секірдім де басымды жардым. Содан кейін мен әлі күнде қорқып жүрмін. Әлі күнде бұрынғы да секіре алмаймын да, өте терең болса да қорқып, мысалы үшін секіремін. Енді әлі де секіремін, бірақ өте қатты қорқамын. Енді бұл қазақтың басынан не өтпеді? Бұл қазақтың басынан қандай қиыншылықтар өтті, қандай ұлт осындай зұлымдыққа тап болды. Енді қазақ ашаршылықты көріп, ашаршылық дегенде ол жай ғана оқиға емес қой, бұл 4 миллион адамымыздан айырылдық қой. Біз сауаттыларымыздан айырылдық. Қазақ зиялылары, мыңдаған қазақ Алашорда ардақтылары репрессия кезінде атылғанда 4 миллион адам ашаршылықпен өлтірілген кезде сіз періште емессіз ғой, енді бұл періште емессіз ғой. Құдайдың ұлы емессіз. Әрине халыққа бұл әсер етті. Әсер етті, Тіреліп қалды, жарғаным сияқты. Мен қанша жыл өтсе де, мен қорқақпын деген сөз емес, мен мойындамаймын қорқақ екенімді. Мен судан да қорқпаймын. Қазақ та құл емес, қорқақ емес. Әрине, ғалымдарды айтып жатыр. Әрбір адамда, халықта ақпараттық ген бойынша ақпарат бір
ұрпақтан екінші ұрпақта қанмен Дұрыс, жетеді. Иә, бір стресс алған халық сондай дейді. Иә, қазақтың басынан көп нәрсе өтті, мен оны бәрі білемін. Ал енді неге көбі халықтың кейбіреулер мысалы былай айтайық, намыстары бар, өздеріне тілдерін білгісі келеді, ол арада жаңағыда өзің сияқты тіл үшін, дін үшін, жер үшін әскер болып жүріп, өзінде аямай билікпен шайқасқа түсіп жүрген адамдар бар. Ал көбі ондай неге процеске кіргісі келмейді. Сырттан жай ғана қарап отырады. Енді бұл бір процесс. Енді сіз айтқандай бұл тәуелсіздіктен бері бір 29-30 жыл өтсе де, ақырын болғанмен, енді 90-шы жылдармен салыстыруға болмайды. Қазақтың мінезін де салыстыруға болмайды, санасын да салыстыруға болмайды. Қазақ халқы оянды, одан да әрі оянып жатыр. Бұлай ойласаңыздар, мысалы таңертең тұрғанда біз бірден көшеге шығып машина айдап жүре алмаймыз ғой. Иә? Өзімізге келуіміз керек. Оянамыз, қол бетімізді жуамыз, иә? Кішкене бір шай ішуіміз керек, кішкене бір балконға шығып таза ауа жұтуымыз керек. Өзімізге келеміз ғой. Мысалы, мен бір жарты сағаттарда өзіме келемін. Шынымды айтайын. Көрдіңіз бе? Бұл процесс. Өйткені ұйқыда жатқан халық оянып жатыр. Енді мен әрқашан менің ұстанымым жақсы жағынан қарау. Өткенде мен мысал келтіріп кетейін. Мен YouTube арнама бір түркиялық жерлесім айтыпты, жазыпты да, бұл қазақ бауырларға айтыңызшы, бұл оларда бір шовинистік сезім бар. Мені Түркияға кет деп қуып жатыр деген сөзді жазды да, мен таң қалдым. Ондай нәрсе болған шығар. Бауырым дедім, мені де қуатындар бар. Сен Түркияға кет деп қуып жіберетіндер бар менде. Бірақ 10.000 адамнан бір адам немесе 2 адам. Сол 10.000 адамнан 1-2 адам үшін қазақтар мені жек көреді деп айтуға болмайды ғой. Бірақ оған қатты әсер етіп, бір-екі сұрадым да, сізде 1-2 адамнан көп болатын болса, сізде проблема бар. Ойланып, өзі маған айтты, дұрыс айтасыз деді. Маған да өте аз адам айтады деді. Көрдіңіз бе? Ол жаман жағынан қарайды да. Мен әрқашанда 10.000 адамның біріне емес, 9.999-ына қараймын. Мені қолдап жүрген, мен оларды жақсы көрем ғой. Керісінше олар да мені жақсы көріп жүр. Мен не үшін бір адам үшін 9.999 адамды жоққа шығаруым керек. Сол үшін құлдық сана дегенді мен мойындамаймын. Бәрі жақсы болады, бәрі жақсы болып келе жатыр. Сосын енді мынанда мойындау керек та, біз бір үлес қосайықшы. Соны айтайын дегенім. Біз әрбір халықта өз зиялы деген бар, элитасы деген бар. Ол зиялының міндеті жаңағы процесті дұрыс жолға қою, сосын ол процесті басқару дегенде, ол процеске бір бағыт беру деген. Сол себептен өз басын қалай ойлайсың? Қазір бізде қазақ елінде сондай азаматтар бар ма? Өте аз. Өкінішке орай, енді оны ашық айту керек. Өйткені бұл неге байланысты білесіз ба? Бұл коммунистік жүйеде бәрі шектеулі болды ғой. Адамдар қорқып жүрді, биліктен қорқып жүрді. Ол біз бүгін зиялы деп айтып жүргендеріміздің көбі сол коммунистік жүйенің адамдары. Сол кезеңнің құлдық, мен қазақты құл деп есептемеймін, бірақ сол құлдық режимнің о жерде не бар? Қожайын мен құл ғана бар, соның адамдары. Оның ішінен бірең сараң, мысалы үшін біздің Мұхтар Шаханов ағамыз сияқты батырлар шыққанмен, енді сонда зиялылар шыққанмен, олардың орнына енді жастарды қою керек та. Жас зиялыларды қою керек. Жасына қарамай тіпті. 91-ші жылдан кейін көзін азат аспанға ашқан оқымыстыларымыз елді көресіздер. Сол Америкадан да, Жапониядан да алдына көшіреді, сол биікке шығарады. Өйткені Мағжан атамыз айтқанда, алаш атын аспанға шығарар олар бір таңда, мен жастарға сенемін дегендей,
Бұл енді өтірік бір не емес та, бір толқындыратын, адамды толқытатын бір нәрсе емес, бұл шындық бұл. Мінекей мысалы салыстырып көрсек, бүгінгі сол коммунистік жүйенің адамдары мен жас буын арасында үлкен айырмашылық бар. Өйткені жас буын өкілдері өз пікірін ашық айта алады. Ешқандай дөрекілікке де бармай, өз пікірін ашық айтып, ұлттық мүддені ойлап, бірақ осын жасап жатқанда басқа ұлттардың да мүдделерін қорғап. Мысалы, мен сонда сіздің құрметті көрермендеріңізге айтқым келеді, біздің түркі өркениетінің бір ерекшелігі, біз көкбөріміз ғой. Бірақ біз жыртқыш болғанмен, көкбөрі болғанмен, біз адам баласын, табиғатты жақсы көреміз. Біздің ұлтшылдығымыз жек көрушілікке емес, жақсы көруге, махаббатқа негізделеді. Гитлер ұлтшылдығы, мысалы үшін, тарихта, ол еврейлерді жек көруге негізделді, сонымен шықты ғой. Бізде басқа ұлттарды жек көру деген болмайды. Сол үшін, мысалы үшін, кейбір бір жынды, өзінің бір ұлтшылмын дейтін бір Манас бір нәрсе деген бала бар еді ғой, жынды бала. Соны Бақытжан Күтбаев сияқты адамдар соны алдына шығарып, ол туралы әңгіме айтады да, Қазақстанда фашизм өсіп жатыр деп. Бұл өтірік екенін өзі де біледі. Өйткені қазақ халқы, жалпы түркі баласы ешқашанда фашист, шовинист, расист болмайды. Өйткені біз табиғаттың баласымыз. Біз ұлы даланың баласы ретінде, көкбөріміз, бірақ та еш уақытта басқа ұлттардың құқықтарын таптап, оларға зұлымдық жасамаймыз. Өйткені біз Алла Тағала тарапынан осы әлемге әділеттілікті орнатуға жіберілген ұлтпыз. Сол үшін де, мысалы үшін, мен өз тыңдармандарыма да, сіздің тыңдармандарыңызға да мен қайтадан ескерткім келеді. Ешбір ұлт туралы жаман сөз айтпаңыздар. Біз олардың деңгейіне төмендейміз да, ойласаңыздар. Қазақ тілін бүгін қорлап жатқан басқа ұлт өкілдері бар ғой, сіз қай ұлт өкіл туралы айтып отқанымды жақсы түсінесіз. Біз керек кезінде біз қазақ тілін биікке шығарған кезде басқа тілдерді кемсітсек, олардан не айырмашылығымыз қалады? Ойласаңызшы. Дұрыс айтасың. Еш уақытта фашистердің деңгейіне түспейміз. Біз әрқашан түркі баласы болып, керек кезінде көкбөрі болып, керек кезінде адам баласына әділеттілік тарататын, мейірімділік тарататын ұлтпыз деп мен соны мақтан тұтамын. Рахмет. Енді сен қазір айтасың, Мұхтар Шаханов ағамыз бар, енді Құдайға шүкір. Ал қазір сен жастардың арасында сондай жас қазақтың жігіттерін айта аласың ба? Енді бірден есіме түсетін Қуат Ахметов бар, мысалы, соны айтып кетейін. Қуаттың сол майданға шығу мені бір жағынан не үшін қуандырады? Өйткені тіл мәселесі дегенде неге мен Оғыз Доғанды еске түсу керек? Бірінші Қазақстан азаматы еске түсу керек еді. Сол Қуат бауырымыз сол сол тізгінді менің қолымнан алып, өзі қазақтың баласы болып, Қазақстан азаматы болып, өзі орыс тілді азамат болып өскен, сол орыс тілінде тәрбие алған, білім алған жігіт болуына қарамастан, бүгін мысалы үшін мен оны саусақпен көрсетем да. Мен мақтан тұтам. Қуат Ахметов бірден мені есіме түскен бала. Өткенде ғана мені сіз сияқты эфирге шығарған Азамат ұлы деген 14 жасар жас кәсіпкермін деп менімен хабарласқан бала бар. Енді бала дейсің ғой, мысалы мен 14 жасар жас кәсіпкермін дегенде, оның бір ауыз сөзін тыңдаған кезінде қандай сауатты сөйлегенін, еліне деген сүйіспеншілігі, махаббаты қандай биікте екенін көргенде, енді үміттенесің. Бұл бірден еске түсетін, сол бір-екі мысалды айтуға болады. Олар еш уақытта коммунистік жүйедегі халқымызды құл еткісі келетін сол большевиктердің айласынан, уынан ішпеген адамдар. Қысқаша мынандай айтып кетейін. Мысалы үшін қазақ өзінің қол мол дейді ғой, мысалы түрікмен бауырларымызды қараңыздаршы. Түрікмен бауырларымыз да мұсылман. Олар да түркі. Олар да 70 жыл коммунистік жүйеде өмір сүрді, иә? Қазақ та дәл солай. Қандай үлкен айырмашылық көрмейсіздер ме? Көрмейсіздер ме? О жерде тіл мәселесі жоқ. Бірақ мысалы қандай
не сияқты да, оларды ренжіткім келмейді, өздерінің президенттеріне барып қарап қандай халық екенін түсінуге болады. Еш нәрсе туралы ой жоқ, еркіндікті аңсамайтын, тіл мәселесі болмағанмен адам құқықтары болмайтын ел ғой. Неге мысалы түрікмен бауырларымызға қарап шүкіршілік етпейсіздер? Қазақтың қадірін басқа көршілестерімен салыстырып түсінуге әбден болады. Әбден болады. Өйткені қазақ даланың баласы, еш уақытта еш нәрсеге бойынсынбаған, еш нәрсенің алдында иілмеген халық екенін біз ұмытпайық. Сол иілмеген үшін 4 миллион адам өлді ғой. Иілмеген үшін, мысалы үшін Бөкейхан, Мағжан, Ахмет, Мұстафа, егер бұлардың қолында бар еді ғой, о, ұлы Ленин, біздің атамыз Ленин деп айтуға болар еді ғой оларға да. Оларды емін еркін өмір сүретін еді. Олар жоқ, олардың мойындаған жоқ. Олар әрқашанда күресті жалғастырды. Енді сол Ахметтердің, Мағжандардың жалғасы, оның ұрпағы кім? Не Ботагөз ханым сізсіз. Мінекей сіздің тыңдармандарыңыз, мінекей менің құрметті тыңдармандарым. Жалғасы ғой бұл, жалғасы. Бәрі де жақсы болады. Рахмет. Мен сол үшін күресіп жүрмін. Рахмет. Абырой табу үшін. Қазір енді біз тәрбие жөнінде айттық, бесігімізді түзету керек. Сонда өзің әке ретінде қалай ойлайсың? Қазіргі глобализация уақыты мерзімі, содан кейін интернет деген бар, ғаламтор ақпарат деген өте көп. Сол осындай жағдайда қалай ойлайсың? Ұлттық тәрбиенің құны бар ма? Ұлттық тәрбие керек па? Оның ішінде тілдің рөлі қандай? Енгізуге болмайды. Мен 2 ұлым бар. Біреу 21 жаста, біреу енді 1,5 жаста. Едіге мен бірлік. Мысалы үшін мен ұлым едігені алатын болсам, мен еш уақытта балам сен бұлай боласың, сен солай бол, ұлтшыл боласың, елді қорғайсың деп мен оған үйреткен жоқпын. Өйткені ол тек қана мені көрді. Мені көріп, адам енді әке көрген оқ жонар деген сөз бар ғой. Оны көрді, мен ойлаймын, менің едіге балам сол ұлтының азаматы, ұлтшыл азамат болып өсті. Егер де мен оған күнде мысалы үшін елді қорғау керек, тілді сақтау керек деп үйрете берсем, керісінше оның іші пысып кетуі мүмкін еді. Сол үшін мысалы үшін қысым мен дінді үйреткен адамдарды қарасаңыздар, олардың балалары діннен қашады. Діннен қашады да. Қысым мен дінсіздікті үйреткен адамдардың балаларын қарасаңыздар, олар дінге жүгіреді. Керісінше болады да әрқашанда. Сол үшін маған керегі еркін ойлы жастар. Өздері таңдасын. Біз жақсы үлгі болайық. Негізі бұл түркінің өркениеті тәрбие жүйесі де осындай ғой. Біз айтамыз, бірақ ешкімді күшпен зорламаймыз. Біз өз әрекетімізбен көрсетеміз. Және ол еркін ойлы біздің балаларымыз оны онсыз да алады. Егер де оны мен жесек, мысалы үшін, мен жесек, сен әкеңді құрметтеуің керек, анаңды құрметтеуің керек деп мен жеп, бірақ біз өзіміз әкемізді, анамызды құрметтемесек, дұрыс айтасың, иә. Қайдағы сені құрметтейді деп күтесің. Я біздің түркі өркениеті осындай екен деп. Сен анаңа айқайлап, әкеңді көшеде қалдырып жүрсең, мысалы үшін, сол бала сен міндетті түрде саған дәл соны жасайды. Көрдіңіз бе? Біз өз әрекетімізбен түркінің өркениеті, түркі мәдениетінің далада біз енді киіз үйде пайда болған халықпыз ғой. Сол киіз үйде пайда болған халықта не болған жоқ та, мынада сыныптар, аудиториялар, сол сабақты үйрететінше, біз далада үйреттік. Және күшпен емес, өз өмірімізбен, әрекетімізбен. Сол үшін де әрқашанда түркі баласы еркін ойлы болу керек. Не таңдаса, өзі таңдау керек. Біз тек қана оларға кеңес айта аламыз. Және өз әрекетімізбен оларға үлгі бола аламыз деп ойлаймын. Менің есіме бір әңгіме түсті. Бір кішкентай кезімізде Қарағандыда бір отбасы болды. 10 шақты бала болды, 11 ма, 10 шақты бала. Әке шешесі сауатсыз адамдар болды. Сауатсыз болғанда мектепке бармаған ол кезде.
Бірақ балалары бәрі сондай тәрбиелі, жақсы оқыған, алдысы оқуға түсіп, диссертация қорғап, ғылым жолына түсіп дегенде сонда журналистер келіп сұрапты, анадан, әкесінен сұрапты, мына балаларға бір қандай ерекше тәрбие бердіңіз, бізге бір лекция оқып беріңізші депті. Сонда анау анасы мен әкесі отырып, ешқандай тәрбие емес, мысалы өз үлгіміз ғана деді. Мысалы еңбекқор болу керек деп айтам, бір айттық, өзіміз де еңбекқормыз. Алдауға болмайды, елдің ала жібін аттауға болмайды дедік, өзіміз де сөйтеміз. Түсіндіңіз бе? Сөйту керек. Болды, біз көп сөйлемейміз деді. Өз өнегемізбен, өз үлгімізді қана сосын бір менің анам... Жас ата-аналарға да соны кеңес ретінде берейін. Көп сөйлей берсеңіздер, көп бұлай қысым жасап үйрете берсеңіздер, ол керісінше болып кетеді. Иә. Ол жақсы көру керек. Сіз айтқан нәрсені ол жақсы көру керек. Жақсы көргендіктен жасау керек. Қорыққандықтан емес. Әрине. Сосын түркінің характеріне осы сай. Сосын сол тәрбиені айтқанда, журналист сол мақаланы жазғанда, аслында тамам былай деп еді, резюме жазыпты тамамдап. Сонда ұлттық тәрбие, этнопедагогика деген. Соның өзінің дәстүрі бар. Әрбір халықтың өз дәстүрлері бар. Ешқандай бір ғалымда емес, тек қана салт дәстүр, сол елдің, сол халықтың құндылықтары жырларда, ертегілерде орын алған дегендей. Алайда әрбір халықтың жалпы адами құндылықтар ол бір. Мен түсінемін. Африкада болсын, Европада болсын, Қазақстанда болсын. Алайда әрбір халықтың өз менталитеті бар дегенде. Мысалы, жаңа өзің айтып кеткенде, біздің қазақтың менталитеті ұлы даланың несі баласы болғаннан кейін, әрине біз табиғатпен гармонияда болдық. Сол себептен қазақтың менің ойымша бір 3 қағидасы бар. Ол ұят болады, обал болады дегенде, сондай ұят болады, обал болады, сосын қандай? Тағы біреуін ұмытып қалдым. Сонда өздерінің 3 қағида бар. Өзім мысалы кішкентай кезден үлкендерден естігенім бар. Көп сөз керек жоқ, осыны білдік, осыны таныдық, сонымен адам болып жүрміз. Бірақ қазіргі жастардың арасында өзің айтқандай қарттар үйі деген тақырып болып аты өкінішке орай. Бала таста деп жаман бір қасиеттері болған. Сосын қазақтың өзің білесің, туыс аралық қатынас, отбасылық қатынас та өкінішке орай ажыралып атыр. Мысалы, үлкендерге қарама, или бауырлар бір-бірінен алыстап жатыр дегенде. Сол ондай халық сен қалай ойлайсың? Осында бұл жалпы қоғамдық процесс, жоқ, отбасылық процесс екеуінің арасында байланыс бар ма? Сосын ол жаңағы әрбір отбасындағы осындай проблема үкімет, мемлекеттің, елдің дамуына әсер ете ме? Қалай ойлайсың? Енді ойласаңызшы, сіз енді Еуропада жүрген адам ретінде менен жақсы күнде куә болып жүрген шығарсыз. Еуропа мәдениеті біраз жаман жолдардан өтіп, бір фашизмден өтіп, империализмнен өтіп, бүгін қалпына отырды, көп нәрсені жақсы деп айтуға болады жалпы. Бірақ олардың шеше алмай жатқан бірақ нәрсесі отбасы. Енді адам құқықтарын олар шешті, жұмыссыздық мәселесін енді шешті деп айтуға болады. Мысалы үшін, енді қаржы жағынан қиналатын адамдар өте аз дегенмен, отбасы мәселесін олар шеше алмай жатыр. Және де енді бұл глобализация, орысша сөз болғаннан кейін айта алмайды екенмін, кезеңінде оның бізге әсер етпеуі мүмкін емес. Енді біз көп нәрсені Еуропадан үлгі аламыз, енді алу да керек, енді олар бастан өткізіп, өздерін түзетіп жатыр. Еуропадан үлгі алған кезде, өкінішке орай, отбасын шірітетін осындай жақтар да бізге кіріп жатыр. Түркияда да дәл солай. Мысалы үшін, Азербайжанда 2-3 жыл бұрын бұл Түркия сериалдарын көрсетуге тыйым салды мемлекет.
Өйткені Түркияның өте жақсы сериалдары болғанмен, біздің ұлттық салт дәстүрімізге жаман әсерін тигізетін сериалдар да бар. Өйткені Азербайжан халқы сосын несіз, дубляжсыз көріп түсіне алады. Шынымен де о жерде ажырасулар көбейіп кетіпті Түркияның сериалдарының кесірінен. Ал әлі күнде мысалы Түркиядағы отбасылық жағдай, Қазақстанда отбасылық жағдай, Еуропадағыдай, Америкадағыдай жаман емес. Біз бұны өте оңай жеңе аламыз деп ойлаймын. Қазақстанда бұны жеңудің бірінші жолы тіл. Қазақ отбасы қазақша сөйлей бастағаннан кейін ол қазақ сияқты ойланады да. Қазақ сияқты ойланады. Кеше Оразкүл Асанғазы апайымыздың бір сұхбатын тыңдадым Шалқар радиосынан. Ол да оны айтты. Көбінесе қарттар үйіне әке шешелерін тастайтындар Қазақстанның орыс тілді азаматтар екен. Қазақ ұлтының орыс тілді өкілдері екен. Көрдіңіз бе? Демек, қазақ бірінші қазақша сөйлеу керек. Қазақша сөйлесе, ол тек қана ұлттық намысымызды көтермейді. Біздің санамызды, енді психиатрлардың, психологтардың бәрі соны айтады. Адам қай тілде сөйлейтін болса, өзін сол ұлттың өкілі ретінде сезінеді. Біз қазақша сөйлесек, өзімізді қазақ болып сезінеміз. Қазақ болып сезінгеннен кейін, мысалы үшін, біз түркі тілдерінің бір ерекшелігі бар ғой, бәрі адамның характеріне әсер етеді. Біз бірінші мен дейміз. Мен бүгін, мысалы үшін, көлікке отырып, мектепке барамын деген ең соңында айтамыз, мысалы үшін. Басқа тілдерде осындай емес. Көрдіңіз бе? Демек, біздің түркі халықтарының бәрінде бір түсінік бар да, бір руханият қалыптасады. Сол үшін Қазақстан бұл мәселені барлық түркі мемлекеттерінен де жақсы шешіп бере алады деп ойлаймын. Сол үшін тек қана істейтініміз қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейту. Ең бірінші біз қазақша сөйлеп, орыс тілді азаматтарды қазақшаға тартсақ, олардың отбасының да бірте-бірте түзеліп кеткенін көресіздер. Сосын біз жақсылықты да үлгі аламыз. Жаман жағдайды да үлгі алуға болады да. Америкадағы, Европадағы, батыстағы сондай отбасының шіріп кеткенін көріп, енді біз осылай болмайықшы деп. Әрбір адам бақытты болғысы келеді ғой. Енді адам баласы өмірге бақытты болу үшін келгенде, біз бәріміз бақытты болғымыз келеді. Оның бақыттың басталған жері сол отбасы. Бәрі шешіледі. Біз өзімізге түркілікке қайтайық. Тілімізді жөндеп алайық. Бәрі қалай шешілетінін. Ертең күні өте алысты емес, қазақ ұлты барлық ұлттарға үлгі ретінде көрсетілетін күн алыс емес, көресіздер. Иншалла. Оғыз бауырым, мынандай бір реплика болса, мысалы кейбір адамдар ойлайды. Орыс тілді қазақтардың арасында бар, қазақ тілді қазақтардың арасында бар. Мысалы, бәріміз қазақ тілін сөйлеп кетсек, экономикамыз бәрі өркейіп кете ме, өміріміз бәрі жақсы бола ма деп түсінбейді. Мен оларға бүйдеймін. Тіл деген ол тек қана коммуникация байланыстың тәсілі емес. Тіл дегеніңіз мәдениеттің, өркениеттің, қазақтың көзқарасының, құндылықтарының жүргізуші ретінде. Себебі мен сізге айтайын, менде бір өкінішті бір жағдай болды. Бір үлкен кісі ауырып жатты, қасында балалары болды. Сонда ол кісі Қарағандыда болды, орыс тілді айналы. Сосын мені шақыртты. Мен келдім. Сонда анау әже ауырып жатыр, қиналып. Қасында балалары бар. Сонда маған шақырып, маған қазақша өзінің несін өсиетін айтты. Сосын бүйдеді. Мен өте бақытсыз адаммын деді. Неге дедім? Ол кісі айтты. Мен қарады, қасында 7 балам отыр деді. 7 балам. Бірақ біреу де қазақша білмейді. Аманатымды кімге айтамын? Соны ойланып сені шақырып отырмын деді. Сосын менімен сөйлесті біраз деді. Сол түнде қайтып кетті ол кісі. Сонда сол кісінің трагедиясы сол. Мысалы, бір ұрпақтың, екі ұрпақтың арасындағы байланыс үзілу. Ол неге үзіледі? Себебі ол
Оның несі жүргізуші тіл. Сол тіл болмаған кезде екі ұрпақтың арасындағы жаңағы байланыс ол үзіледі. Бұл үлкен трагедия деп табамын. Ал енді тағы да бір дәлел, тағы да бір өз өмірімнің тәжірибесінде менде бір таныс отбасы бар, Өзбекстандан келген Қазақстанға. Орыстар сонда келін алғанда олардың баласы бір қызбен танысыпты. Ресейден келген бір қызбен танысып, орыс ұлтты. Сонда анасы айтты, жоқ деді, маған Ресейден келген орыстың қызына үйленбейсің, Өзбекстан немесе Қазақстан қызын аласың, орыс болса деп. Әрине сол баласы Өзбекстан, Қарақалпақстанда тұратын орыстың қызын алды. Кейін қарасам, ол қыз келін, енді тәрбиесі не болған, мұсылманша болған, мұсылман арасында өсқанда, әне үлкенді сыйлайтын білу. Оны орыстарда уже білді. Сосын кейін ол әйел қатты бір жаман дертке неткенде, сол келіні бұлай арқалап жүріп күтті. Аяғын жуып, шайын беріп, орыстың қызы Алисе деген, бірақ Қарақалпақстаннан келген. Анау отбасы, олар Ташкенттің орыстары. Сонда қараңызшы, сонда олар өздері де түсінді, қай тілде, қай арада өскен, сол менталитетті өздері нетіп алады. Ал енді басқа европейс, жаңағы Европаның өздерінің, енді әрине, ол өздерінің проблемасы, бірақ біз қазақ халқы, түрік халқы, мұсылман халқы болғаннан кейін өз құндылықтарымызды сақтап қалуымыз керек. Бұл тек қана өзіміздің жеке мәселе емес, бұл мысалы біздің баламыз ертең бақытты болсын, оның ұрпағы бақытты болсын деп өзімізді енді алға қарай былай ойлаған, алдын ала ойлайық десек, біз сондай неге жолға түсуіміз керек деп ойлаймын. Шын баламызды сүйсек, біз о баламызды қазірден бастап түркі құндылықтарға, мұсылман құндылықтарға тәрбиелеуіміз керек деп өзім соны бір күмәнсіз соны айтқым келеді. Бұл туралы өте маңызды, айтпай кетуге болмайды. Бұлай қараңыздар, әлемдегі көп тілдерде еркектік және әйелдік фонемдері бар. Мысалы үшін, орыс тілі солай, әрбір сөздің еркегі мен ұрғашысы бар. Европа тілдері де солай, араб тілі деген солай. Ал бізде жоқ, мысалы үшін, түркі тілінде жоқ. Неге жоқ дейсің? Өйткені бізде әйел мен еркек әр қашанда тең болған. Біз адамға қарағанда ол еркек пе, әйел ме деп бөлмейміз. Ол біз үшін адам. Әр қашанда адам болғанда. Біз, мысалы, бұл туралда мен, мысалы, Түркияда, басқа түркі елдерінде ең жақсы үлгілердің бір ретінде мен қазақ халқын көрсетіп жүргенмін да. Өйткені қазақ халқының әйелі де батыр болады. Жас қызы да, әжесі де батыр болады. Әр қашанда. Ол жұмысты істейді, отбасында басқарады, армияда басқарады керек болса. Көрдіңіз бе? Бұған қайту керек та, біз сосын барлық түркі халықтарына үлгі болу керек. Өткендерде бір ағайымыз, бір Омар Жәләлұлы деген бір ағайым, енді өзін өтелем жақсы көрем. Келісу мүмкін сөздер айтты. Әйелді тауарға теңеп, әйелдің орнын артта көрсетіп, және де осыны бір қазақилық сияқты айтты. Ең жаманы сол. Керісінше ағайын, бұл есте сақтайық. Мен әсіресе біздің қарындастарымызға, әпкелерімізге, әжелерімізге айтарым. Кім екендеріңізді еске түсіріңіздерші. Кім екендеріңізді? Түркінің қызы еш уақытта екінші сорт азамат болған емес. Еш қашанда. Бұл феминизм, анау дегендер ол Европадан шықты ғой. Өйткені олар әйелдерді қорлап жүрді. Ислам діні арабтар қыздарды өлтірмесін деп ережелер қойды, я. Ал бізде еш уақытта әйел адам еш уақытта екінші деңгейлі болған емес. Сол ағайымыз сондай жаман сөздерді айтқанда, әйелдер өте аз қарсы шықты ғой. Мен ең қатты ренжігенім, бірінші әйелдер қарсы шығу керек. Әйелдердің көбі дұрыс айтады деді. Мен таң қалдым. Қазақ әйелі қашан өзгерді осында? Қашан өзгерді? Кім екендеріңізді түсіну үшін. Енді өте алысқа бармай, Алашорда үкіметінің құрылуына, Алашорда үкіметінің бірінші жарғысына
Ala şu orada hükümetin kurultayların, siyasetlerin qanday түсінікпен ұйымдастырғанына қарасаңыздаршы. Сол айқап, қазақ деген газеттер бәрі шықты ғой, кириллицамен шықты, ашып оқыңыздаршы. Бәрінде Бөкейхан болсын, Мұстафа болсын, Мағжан болсын, барлық құжаттарда әйелдерді атайды, әйелдерді. Bir сезге мынанша еркек келетін болса, мынанша әйел адам міндетті түрде келу керек деген шартты қояды. Кім екендеріңізді еске түсіріңіздерші. Қазақ анасы кім екеніңді еске түсірші. Сен әрқашанда ер адаммен тең болдың. Өйткені сен түркінің қызы екеніңді естен шығарма. Өйткені біздің тіліміз бұған ең жақсы дәлелдердің бірі. Оны қайтадан айтып өтейін. Біздің тілімізде сол үшін мысалы мен азаматша деген екі сөз бар ғой, соны мен мойындамаймын ол сөзді. Азаматша деген не ол? Бізде сөздердің де еркегі әйел болмайды. Әрбір грамматикалық ерекшелік сөздер бізде бір жыныста ғана болады. Адам деген жыныста. Болды, бізде еркек әйел тек қана бұл қоғамда өздерінің міндеттері бар, соны атқарады. Бірақ қазақ анасы түзелсе, қазақ анасы кім екенін еске түсірсе, тіл мәселесі де шешіледі, қоғам мәселесі, отбасы мәселесі де бәрі шешіледі. Қазақ анасы басыңды тік ұста. Қазақ қызы кім екенді есіңе түсір. Мен саған бір жаңалық ашып отқан жоқпын. Тек қана түркінің қызы екенді еске түсірсең, көп нәрсені өзіңе шешіп бересің. Рахмет, бауырым. Әрине, сенің сөзіңе қолдаймын. Қазақ қызы, ол еркін қызы. Ол сөзсіз. Рахмет, бауырым, бүгін көп жақсы тақырып ашылды, жақсы талдады. Енді қазір мен өзімнің каналымның көрермендеріне айтайын дегенім, осы Оғыз бауырымның өзі YouTube каналы бар. Астында мен сілтемесін жазамын. Және екінші Оғыз бауырымның Facebook'тағы парақшасын сілтемесін жазамын. Үшінші Тіл майданы деген топқа қосыңыз. Facebook желіде олардың жақсы YouTube арналары бар. Қуат Ахметовтың Тіл майданы. Оған да міндетті түрде жазылыңыздар. Оны да астына мен сілтемесін қоямын. Соған жазылыңыздар, қолдаңыздар. Болашақ үшін қазақ елінің шын айтқанда бір ғажап болашағы болады. Мен де оған сенемін. Жай кезде бір қарным ашып, ішім күйеді. Ал бұл енді таза бір адами бір қасиет деп ойлаймын. Оған ренжімейсіздер. Бәріміз де елімізді жақсы көреміз, тек жақсылық тілейміз. Сол ниетпен осы Оғыз бауырымды бүгінгі сұхбатқа шақырдым. Бәріңізге де көп рахмет. Астына жазылыңыздар. Бір нәрсені қосып айтып өтейін. Құрметті, мен ұлтшылмын дейтін қандастар, бауырлар, қарындастар, әрбір ұлтымды жақсы көретін дейтін адамның жасайтын бір нәрсесі бар. Bir үлес қосуларыңызға болады. Оны қиналып табудың да қажеті жоқ. Осы кісіге, мысалы, Ботагөз ханымға, Қуат Ахметовке, енді маған қолдау көрсетсеңіздер, бірақ іс жүзінде. Мен бүгін не істей аламын? Мен бүгін Әзіреті Әлидің сөзі бар екенде, мен бүгін Құдай үшін не істедім деген сөзі бар. Күн сайын әрбір кеш батқан кезде сол сұрақты өзіне қояды екенде, сіздерді қойыңыздаршы. Бүгін мен ұлтым үшін не істедім деген сұрақты қойып, бір күнде ұлтыңыз үшін еш нәрсе істемей өткізбеңіздерші. Бәрі біздің қолымызда. Аман болыңыздар. Дұрыс айтасың, бауырым. Кезінде қазақ тілді каналда, қазақ тілді Инстаграмда шыққан ең алғашқы Фейсбукта қазақша жазған азаматтарды мен өз басым қуанып, оқымайда лайк қойып, коммент жасап беремін, оқымайда лайк қойып, қазақша болса автоматты түрде лайк қойып, коммент жазып жүрген Инстаграмда да дамысын, тарасын деп. Ол тақырып не жазып жатыр, дегенде қандай адам екенде әйтеуір қазақша болғанда сонда риза болдым да мен сол кезде. Сол сияқты достар, бір-бірімізді қолдайық, тату бірлік болсын, бірлік бар деді, тірлік бар деді. Сонымен рахмет сіздерге, жазылыңыздар, қосылыңыздар, пікірлеріңізді жазып кетіңіздер, бізге өте қызық. Біз де өз немізді
жұмысымызды жалғастырамыз. Рахмет, сіздерге, аман болайық.